Пневмония дегеніміз өкпенің респираторлық бөлшектерінің басым зақымдануымен, алвеолалардың кислотқа толуымен сипатталатын және рентгенде қараю ошақтарының пайда болуымен көрініс беретін интоксикациялық жедел инфекциялық өкпенің ауруы. Этиологиясына келетін болсақ, ең негізгі себепші фактор ол бактериялар, пневмококктар болып саналады. Одан бөлек бізде гемофильді таяқшалар және атипиялық микроағзалар бойынша хламидия, микоплазма, легионеллаларда жиі кездеседі. Бұлар атипті деп айтып тұрғанда өте көптеген түрлі көріністермен ағзада байқалады және де оларында емдеу тактикасы бойынша кішкене айырмашылықтар болады. Одан бөлек ағзада стафилококк, стрептококк та әсер етуі мүмкін. Осындай қоздырғыштарды одан сайын асқындыратын бейімдеуші фактор ретінде күнге суықтап қалу, мысалға суық күнде жүруді және де ингаляциялық наркоздарды қолданған кездерде әсер етіп кетеді. Классификациясына тоқталатын болсақ, ең бірінші ауруханадан тыс пневмония. Мысалға сыртта жүріп, жұмыста немесе үйде жүріп өзіңіз бірінші рет мысалға ауырып қалдыңыз, соны біз ауруханадан тыс деп айтамыз. Ал ауруханалық деп айтып тұрғанда өзі ауруханада бір болған кезде мысалға бір бала ішек инфекциясымен бір жатты больницада, содан кейін ол пневмония анықталып, белгілері және де рентгенде анықталса, немесе ауруханадан шыққан деген 4 апта ішінде дамитын болса, оны ауруханалық деп айтамыз. Және де бұны не үшін біз ауруханадан тыс деп айтамыз? Өйткені оның емдеу тактикасы кезінде айырмашылық болады. Мысалға ауруханалықтар кезінде ол кәдімгі ауруханадан тыс пневмонияны емдегенге қарағанда антибиотиктерге деген төзімділігі өте жоғары болады. Сондықтан да ода жоғары дозалы антибиотиктер тағайындайды. Үшінші аспирациялық және де төртінші иммунды тапшылықтық пневмония. Ол туа біткен иммунодефицит жағдайларда, жиц инфекциясы кезінде және де иммуносупрессия жағдайлардан кездеседі. Мысалға ағзада бір инфекция дамымай тұрып, организмде онымен күресетін ағзада процестер болады. Яғни патогенезі бойынша ағзаға кез келген зат бір сырттан түскен кездерде қорғаныш фактор ретінде ағзада жөтел болады, бөгдеден шығарып тастауға. Екінші иммуноглобулин А деген нәрсе болады. Олар бізде вирустық инфекциялардан қорғайды, мысалға да бактериялық инфекциялардан қорғайды. Ол инфекциялардың организмге енуіне, кілегейлі қабаттарына, тыныс жолдарына енуіне жол бермейді. Организмде иммунитет төмендеген кезде ол ары қарай процесс өрши береді. Клиникалық көріністеріне келетін болсақ, міндетті түрде интоксикациялық және өкпелік респираторлық бұзылыстармен қатар жүреді. Мысалға, просто жөтел жүре беретін болса, біз оны пневмония деп ойлай алмаймыз. Оған яғни интоксикация қатар болу керек. Яғни ол әлсіздік, шаршағыштық, бас ауру, тәбеттің төмендеуі, температурасының көтерілуі, бұлшықеттерінің ауырсынуы, тахикардия болып, яғни жүрек соғысының артуы деген сияқты да. Және де респираторлық белгілер бойынша қақырықтық жөтел болады, кеуде тұсының ауырсынуы, ентігу, тыныс алудың қиындауы, тыныс алған кезде бір жағының қалыңқылап қалуы мүмкін. Және де кішкентай балаларда қабырғалардың аралықтары ішке қарай кірулері байқалады. Және де перкуссия жасаған кезде дыбыстардың қысқарып тұйықталулары және де тыңдаған кезде аускультацияда біз одан көреміз, ести аламыз крепитацияны және ұсақ көпіршікті сырылдарды немесе фазасына байланысты даму патогенезінде тыныстың мүлдем естілмеуі, әлсіреулері байқалуы мүмкін. Зерттеу диагностикасына келетін болсақ, бізде общий анализ кровидан біз көре аламыз лейкоцитозды, этж-ні, бұның барлық қабындық маркерлар есебінен және де бактериялық инфекция, яғни пневмококктан болса нейтрофилия, нейтрофильдердің жоғарылап, яғни суға ағысуы, әсіресе таяқша тәрізді нейтрофильдер жоғарылап кетеді, және де лимфопения, лимфоциттердің төмендеп кетуі, және биохимиялық анализдерде СРБ-ның жоғарылауы, фибриноген және ферритиннің жоғарылауы. Мысалы, ферритин бізде анемия кезінде төмендеп кететін болса, қабынулық аурулар кезінде ол керісінше жоғарылап кетеді. Және де қақырықты зерттейтін болсақ, біз оның құрамынан белокты, фибрин, эритроцит, лейкоциттерді фазаларына даму кезінде өзгерістерге байланысты жоғарылап отырады. Бізде сатурацияны өлшеу мақсатында біз пульсоксиметрді қолданған кезде 95-тен төмен болуы, негізі нормада 95 пен 99 болады. Яғни ағзада тыныс жеткіліксіздігі, яғни гипоксиялық өзгерістер болған кезде, гипоксемия болған кезде бізде сатурация 95-тен төмен түсіп кетеді. Бұл пневмониялар кезінде байқалады. Және де біз рентгенге түсірген кезде біз ол жерден ошақтарды көре аламыз. Мысалға, мына суретке қарайтын болсақ, оң жақ төменгі бөліктерде қараю ошағын байқаймыз. Және де ең басты керемет көрсеткіштердің бірі нақты қанша процент зақымдалғанына дейін көрсетіп беретін бізде бұл компьютерлік томография. Осы жерден біз пневмонияны айқын түрде көре аламыз.
еміне келетін болсақ, міндетті түрде оны дәрігер тағайындайды, себебі оның этиологиясына байланысты жұмыс жасау керек, және ол бізде бактериялық, вирустық немесе саңырауқұлақтық болуы мүмкін да. Бактериялық болған күннің өзінде де оның дәрі тағайындаудың өзінің жолдары болады. Мысалы, типті формасы және атипті формасы кездесуі мүмкін. Типті формасы кезде мысалы бета-лактамды антибиотиктер, мысалы пенициллиндер, цефалоспориндер әсер ететін болса, атипті формалар кезінде бізде ол кезде уже жоғары дозалы макролидтерді тағайындауға тура келеді. Сондықтан да бұның барлығын дәрігер, мысалы бала болуы мүмкін, ересек болуы мүмкін да, балалар болса оның әрқайсысына килограммнан байланысты дозамен дәрігер тағайындап отырады.